Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен дімләмәт асының рецептімен бөлісемін. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүкіл қосылатын ингредиенттерді картоп, орам жапырақ, сәбіз, пиязды, чеснокты, болгар бұрысын мен алдын ала тазалап, жуып, бөлшектеп аламын. Қазанымыз тазалап алып, осылайынан астына құйрық майды саламыз. Бүкіл қажетті мөлшерлер, яғни ингредиенттердің төменде описанияда көрсетілген. Құйрық майдың үстіне осындай еттерді қазыны орта бөліктерге бөлеміз. Қатты қалың емес, жіңішкедей емес етіп орта бөліктерге бөліп саламыз. Картопты, сәбізді, пиязды өзімізге қажетті бөліктерге, яғни 2-3 бөлікке бөліп турап саламыз. Мен каждый слойды тұздамаймын, өйткені менде қазы да, ет те жақсы тұздалған. Мінекей біз болгар бұрышымызды салдық. Тағы да қайталап етімізді саламыз осы жерде пияздың үстінен. Еттің қалған бөліктерін, қазының қалған бөліктерін салып, сарымсақ, яғни чесногымызды салып, аздап тұзда және бұрыш қосамын. Сіздер енді өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты тұзды бұрышты қоссаңыздар болады. Орам жапырақпен жауып, қалған сәбіз картошкаларымызды қосып, толығымен бетін орам жапырақпен жауып тастаймыз. Арнайы бір себептер болғанда, болмаса қонақ келген кезде дайындауға өте ыңғайлы ас. Осылайынан барлығын жауып болғаннан кейін 1,5 сағат отта, баяу отта, яғни бұқтырамыз. Бірінші 10-15 минут қатты отта бұқтырамыз, яғни барлық затымыз бір қуырылып, сәл суы шыққанша, одан кейін баяу отта 1 сағат 20 минут, 1 сағат 30 минутқа қойып пісіреміз. Өте дәмді шығады, жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер, бөлісуді ұмытпаңыздар, барлығыңызға ас болсын. Мінекей 2 сағатқа жетпей біздің асымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып пісіп шықты. Мінекей осылайынан өздеріңізге ыңғайлы тұсқа саласыздар. Бетіне пияз, петрушка, укроп сепсеңіздер болады. Барыңызға ас болсын. Каналыма жазылып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге алдын ала рахмет.